Тамаша болдыңыздар. Бүгінгі сабақты бастай береміз. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Бүгінгі күннің ауа райы сияқты өте тамаша болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Диплом алды практикасының, оқу практикасының бүгінгі тақырыбы Блум таксономиясы бойынша қысқа мерзімді жоспар жасақтаудың тиімділігі тақырыбында бүгін сабақ өтеміз. Осы сабағымызды бүгінгі сабағымыздың мақсатын айтатын болсақ, қысқа мерзімді жоспар жасақтауда біз барлық оқу пәндерінің әдістемесін үйренуде Блум таксономиясын меңгердік. Блум таксономиясының деңгейлерімен таныстық, оның ерекшелігін білдік, оны бағалауда қолдандық. Енді бүгін келгенде осы сабақты біз тамаша бір ойынмен бастаймыз. Learning Apps несінде платформасында жасақталған осы парымтау немесе сәйкестендір деген ойынды бастайық. Білу деңгейіне байланысты тақтаға назар аударыңыздар. Рефлексия, дескриптор біздің күнделікті сабақта қолданатын терминдеріміз. Енді осы терминдерді бір-біріне сәйкестендіріп анықтамасын табайық. Кім бірінші несін сәйкесін тапқан болса, келіп тақтаға белгілей беріңіздер. Келіңіздер. Келесі дайындалып тұра береміз. Қате болса көмектесеміз. Тамаша. Келесі дайын тұруға болады. Оқысаңыз да болады, бірден тауып келіңіз. Бағалау критерийі, мысалға, ойланайық. Бағалау критерийі. Белгілі бір оқиға немесе әрекетке жауап беру, үн қату, пікір білдіру. Кері байланыс. Келіңіз. Дайын тұра бер. Келесінді табағы. Және еркек аяу. Уақытымызды үнемдей, келесіні ойлап тауып отырайық. Күнделікті айтып жүрген біздің терминдеріміз. Ал енді рефлексия мен бағалау критерийі. Рефлексия дегеніміз не? Білім алушының оқу жетістіктерін бағалауға болатын белгі. Қайсы тексерек ал. Талдау жасау, жарайсыздар. Өте тамаша. Неге біз бұл терминдерді қайталадық? Себебі біз қысқа мерзімді жоспар жасақтағанда осы терминдерді кеңінен қолданамыз. Дескриптор, әрбір тапсырмаға дескриптор жасаймыз. Қысқа мерзімді жоспарда біз білеміз 45 минутқа өзіміз алдын ала жоспарлайды екенбіз. Демек, біз бүгін қысқа мерзімді жоспардың Блум таксономиясына реттеп салатын боламыз. Блум таксономиясының қандай деңгейлері бар? Кім айтады? Айта қоясыз. Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Білу, түсіну, талдау, қолдану. Біз Learning Apps'пен орындадық тапсырманы. Немесе біздің қазіргі жаңа тақырыпты түсінуіміз, бұл түсіну деңгейіне келеді. Жаңағы Learning Apps'та ойынды қайталадық, ол қай деңгей? Білу деңгейі. Себебі біз ол жерде терминдерді қайталадық, бүгінгі сабақта бізге кездесетін. Немесе 45 минут сабағымызды қысқа мерзім жоспарға саламыз. Оның ішінде біз не істейміз? Дескрипторларын, рефлексия жасаймыз, балдармен кері әрбір тапсырмаға орындаймыз. Мына осы жаңағы Блум таксономиясының 6 деңгейін пайдаланатын болады екенбіз. Мен қазір осы тақтада көрсетіліп тұрған мынау қысқа мерзімді жоспардың қайсы беруі деп айтамыз? 382. Тамаша, себебі ол 27 тамызда осы жылдың ағымдағы жылдың 27 тамызында өзгеріске енгізіліп, осы жаңағы схемаға салынды. Міне, енді мен қазір
осы жерде сіздерден сұрағым келіп тұр. Мысалға біздерде 472 бұйрықта жазатын едік. Қысқа мерзім жоспарды. Мынау 382 бұйрық. Айырмашылығы бар ма екен, қараңызшы. Жоқ. Тек толықтырылды. Тек қана ол жерде толықтырылды. Қараңыздар, білім бөлімі, педагогтың аты жөні, күні, сыныбы, сабақтың тақырыбы, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты, сабақтың мақсаты болады екен. Сабақтың мақсатын біз әрине Блум таксономиясына салып және деңгейлейміз. Сол жерде барлығы және кейбірі. Сол 3 деңгейге салып біз деңгейлейді екенбіз. Енді қарап отыратын болсақ, қысқа мерзімді жоспарды қай пәнде, бастауыш сыныптарда қай пәнде болмасын, осы таблицаға салып біз жасақтауымыз керек болады екен. Бұл жерде сабақтың кезеңдерін қазір енді сіздерге тапсырма беріледі. Күнделікті жазып жүрген қысқа мерзімді жоспарды бүгін Блум таксономиясына салып не істейді екенбіз, жасақтайды екенбіз. Қазір біз қолдану деңгейіне өтеміз. Себебі мен қысқа мерзімді жоспарды көп түсіндіріп өтуімнің қажеті жоқ. Себебі біз тәжірибеге мектепке бардық. Солай ма? Мектепте сабақ өттік. Байқау бақылау тәжірибесінде. Сондықтан сіздер қысқа мерзімді жоспардың барлық басқыштарымен, барлық этаптарымен танысыңыздар. Сондықтан мен қазір сіздерге қолдану деңгейі мен талдау деңгейін сіздерге мен тапсырма қылып беремін. Топтық жұмыс. Сіздер отырған орындарыңыздан қозғалмаймыз. Жаратылыстану пәнінің 3-ші сыныбы жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды тақырыбына қысқа мерзімді жоспар жасақтаймыз. Немесе қазір осы отырған орнымызда осылай бөлініп жұмыс жасаймыз топпен. Білу деңгейі, түсіну деңгейі, қолдану, талдау, жинақтау сізге қайтып келеді. Бағалау деңгейі болып бөлінеді. Қолыңызда кітап бар. Енді ол кітапты алып өзіміз деңгейімізді қараймыз. Қай деңгейге тапсырма, оқу тапсырмалары қай деңгейге тиісті. Немесе білу деңгейі қандай сұрақтарға жауап береді? Кім? Қалай? Қашан деген сұрақтарға жауап беретін. Және оның мақсаты не еді? Еске түсіру, еске түсіру және қайталау. Түсіну деңгейі қандай? Жаңа жүйеге ауыстыру. Өте тамаша. Жаңа өзімізден енді алып отырған мәліметтерді жаңа деңгейге ауыстыру. Қолдану, сол мәліметтерді не істеу? Қолдану, оны тереңірек түсіну. Талдау, шығармашылық емес, шығармашылық ол сізге берілген жинақтау. Сіздерге бағалау екінші. Енді сізде тапсырма қандай? Мен бірінші түсіндіріп жіберейін, уақыт кетпестен бұрын. Қолыңызға қысқа мерзімді тақтадағы үлгі бойынша қағаз бар, қысқа мерзімді жоспардың үлгісі бар, және бір бос парақша бар. Бос парақшаға сіздің тапсырмаңыз мына жердегі сабақтың басы, ортасы, соңы деп бөлініп тұр міне тақтада. Енді сіздің алған тапсырмаңыз қайсысына сәйкес келеді? Қайсысына сәйкес келеді? Келіңіздер, соны еске түсіріп жіберейікші, ұмытып бара жатқан екенбіз. Мысалға, сабақтың басына ол білу деңгейі, білу. Екінші, сабақтың ортасына түсіну, қолдану, талдау. Ал сабақтың соңына жинақтау және бағалау деңгейлері сәйкес келеді екен. Демек, өзіңіздің қай деңгейі осыған сәйкес келетінін жазамыз. Ол жерде не жазамыз? Мұғалімнің сұрағы сол тапсырма бойынша және оқушының жауабы. Одан кейін ол жерге қолданатын бағалау, қалыптастырушы бағалаудың қай түрін қолданасыз және қолданатын ресурстарыңызды жазамыз. Ары қарай жұмыстанамыз. Мен қазір уақыт қойып беремін.
жұмыстарымызды аяқтадық па тапсырмамызды? Тамаша, ондай болса уақыт болса жетті. Келіңіздер тоқтаттық. Ары қарай өзіміздің жұмысымызды қорғайық. Қай топтан бастаймыз? Білу деңгейінен бастай керек па? Ретімен? Келісеміз ғой. Келіңіздер онда. Бір минут қазына дәптеріңізді жасаған орындаған жұмысыңызды әкеліп, қай деңгейге сабақтың қай жеріне қоямыз? Мен енді мынаны келтіремін. Мана бір қайталап өтті. Келіңіздер. Қай жеріне, қай сабақтың қай кезеңіне сіз өзіңіздің жұмысыңызды реттейсіңіз? Қойыз. Бізде білу деңгейінде жануар қайда мекендейді ойынын алдық. Біз бір жануардың ойын алдық. Біз ойын алдық. Мен сіздерге бір жануардың жасырамын. Демесе, жануарлар қайда мекендейді ойыны кітапта берілген. Осы тапсырманы қай деңгейге алдық? Білу деңгейіне алдық. Не үшін? Себебі? Өткенді қайталау, еске түсіру. Өткенді қайталау және оны еске түсіру. Қалай ойнаймысыңыз? Оқушылармен қалай орындайсыңыз? Ойын арқылы ойнаймын. Немесе? Үйім ишарамен көрсетемін. Дұрыс, өте тамаша. Келісесіздер ме? Мысалға сол ойынды қазір ойната аласыз ба оқушыларға? Студенттерімізге? Қайсысы қарайықшы? Немесе оның осы емле шара арқылы бала бірден тауып қойды. Және бар ма сізде? Аю. Екеу қайда мекендейді? Орманда. Немен қоректенеді? Біреуі қорек жақсы. Ары қарай айтатыныңыз бар ма? Мұғалім оқушыларға қандай сұрақ қоя алады осы жерде? Ол педагогтық әрекеті. Олар қайда мекендейді? Олар қалай қоректенеді? Және де айтамыз ғой, жаңағы жануарлар, оны сыныптастан екі шараны көрдік, оларға жануарлардың ортасы туралы айтып беруді ұсын дейді. Оларға, мен қазір қойып тұрған сұрағым, оларға жануарлар мен оның тіршілік ортасы туралы айтып беруді ұсын дейді. Жаңа айтты, қайдан білеміз, немен қоректенеді, түсі қандай, және мысалы қоянды айттық бірінші. Ол өзгереді ма? Мезгіл өзгерген сайын? Қыста ақ түсті болады, жазда сұр түсті болады. Қорғаныс үшін, да? Жүні. Демек, осылай орындаймыз. Балдарды қалай мадақтайсыңыз, бағалау? өте керемет, жарайсыңдар. Өте тамаша. Тамаша. Ауызша мадақтау. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Келесі кітап. Келесі бізде түсіну деңгейі, ол сабақтың ортасында жүргізіледі. Жалпы түсіну деңгейінің мақсаты мәліметтерді таныс жүйемен түсіндіру және түрлендіру болып табылады. Бізде ең алдымен сабақтың ортасына белгілі 10 минуттай уақыт кетеді. Педагогтың әрекеті жануарлар тобы туралы мәліметті видеоролик арқылы оқушыларға жеткізеді. Келесі оқушының әрекеті балалар видеороликті тамашалап оқулықта берілген Негеш пен Эвриканың сұрағына жауап береді. Бізде бағалау ауызша мадақтаумен жүргізіледі және бізде ресурстар видеоролик арқылы интербесен тақта арқылы жүргізіледі. Бізде онда Негеш пен Эвриканың сұрағы жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайтындығы жөнінде. Негеш пен Эврика жануарларды қалай анықтайды, қай жерде, таулы жерде қандай, ал ашықтық жерде қандай жануарларды мекендейтінін анықтағысы келеді. Оның барлығы белгілі бір видеороликтерде толықтай көрсетіледі. Қазір сол видеоролигін жіберген екенсіңіз, қарауға болады ма? Қысқаша. Үй салу отырмасын, есіңіздер ме? Иә,
Бұл кеміргіш жануарлардың ең үлкен түрлерінің биіктігі 5 метрге жуық, ал ұзындығы 1,5 километр. Құндыздар осындай зәулім үйде тұрса, ал басқа жануарлардың қайда тіршілік ететінін білгілеріңіз келе ме? Олай болса, кеттік. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қызықты жануарлар әлемі. Жануарлардың тіршілік ету ортасы әртүрлі. Жануарлардың көпшілігі атап айтатын болсақ, аю, маймыл, жабайы қабан, ормандарда мекен етеді. Орман жануарларының көбі ағаштарда өмір сүре алады, ал орманға жөткілі, тай бастады. Тау жер бетінен биік екенін сендер білесіңдер. Осы тауда барлық ақ қара мекендейді. Тау жануарларының жүні қалың болып келеді. Қар сияқты жануарлардың тұяқтары жалғақ болады. Тау құстары тез ұшады. Ал су қоймаларға тоған, өзгер, көл, теңіз, мұхит жатыр. Бұл жерлерде балықтар, құндыз, құрбақалар жүреді. Су жануарларының иесі сөнен келеді екен. Сондай-ақ ашық кеңістікте де мекен ететін жануарлар бар екен. Осы бейне баянды осылайна басынан 2 минут 4 секунд екен. Солай толық көріп шыққан жақсы ма, әлде қалай балдарға қалай ұсынамыз? Бірінші видеороликті толықтай көріп, сонан соң оқулықта берілген Мигеш пен Эвриканың сұрағына толықтай жауап бере аламыз. Себебі Мигеш пен Эврика тауда және ашық алаңда, су қоймаларында мекендейтін жануарлардың түрлерін білгісі келеді, ал олардың түрлі барлығы видеороликтерде толықтай айтылған. Келісесіздер ме? Мен келіспеген болар едім. Себебі жаңағы 2 минут жазылымның ішінде біресе суда мекендейтін, біресе тауда мекендейтін, орманда мекендейтін, әр өзінің жаңағы мекендейтін жеріне қарап бөліп топтарға бөліп тастаған. Соған байланысты оларға тоқтатып сұрақ қойып, және әрі қарай олардың назарын осы бейне жазбаға мен аударған болатынмын. Бұны түртіп алу әдісі арқылы мен берген болар едім. Келісесіз бе? Жақсы, тамаша. Ал әдісі тек болған түртіп алу әдісі және ауызша түсіндіреміз бе осы жерде? Иә. Ал келесі топ қайсы топ? Қолдану деңгейі. Қолдану деңгейі мақсатын ескеретін болса, оқу материалын нақты жағдайда және практикалық жүзде қолдану. Яғни түсіну деңгейіндегі алған білімін практика жөнінде қолдануды айтамыз. Алған білімін қолдануды айтамыз. Қолдан дейін педагогты әрекетті сұрақтар қою арқылы, мысалы, бұл қалай пайдаланылады, бұны немен байланысты деген секілді сұрақтар қою арқылы оқушылардан жауап алады. Ал оқушының әрекеті бір нәрсені пайдалану арқылы сұрақтарға жауап береді және практика жүзінде қолдана алады. Біз қолдану деңгейіне су қойма жануарлар деген кітаптағы тапсырманы алдық. Бұл тапсырманы орындамас бұрын оқушыларға сұрақ қоямыз. Міне кітап тақта, ол үшін біз интербелсенді тақтаны қолданамыз. Интербелсенді тақтада берілген фотоларды, мысалы, бұл жануарлар, яғни тапсырманың өзінің тақырыбында айтылып тұрғандай су қойма жануарлар деп тұр. Яғни бұлар үшеуі де су қойма жануарларына жатады. Су қойма жануарлар дегеніміз не? Және де мысалы, бірінші астындағы сөйлемдермен танысамыз. Бірінші астында ең бірінші сөйлем бұл теңізде тіршілік етеді деп тұр. Және де тоғанда тіршілік етеді және өзенде тіршілік етеді деп 3 топқа бөлінген жануарлар. Өзін бөліп қойып тұрған. Су қойма жануарларын 3 топқа бөліп қойған. Соны сәйкестендіруіміз керек. Дұрыс емес қойған, мысалы, ұлудың астына өзенде тіршілік етеді деген мәлімет берілген. Ол дұрыс па, дұрыс емес пе мәлімет? Дұрыс емес. Яғни біз мәліметтерді дұрыстап сәйкестендіруіміз керек болады. Біріншісі сөйлеміміз, ол біріншісінен бастаймыз, теңізде тіршілік етеді. Біріншісі шортан, екіншісі касатка, үшіншісі ұлу. Оны теңізде қайсы тіршілік етеді? Касатка. Дұрыс. Яғни бірінші сөйлемге теңізде тіршілік етеді дегенімізде ортада тұрған касатканы сәйкестендіреміз. Ал екінші сөйлемді кім оқиды? Тоғанда тіршілік етеді. Ол ұлу. Жарайсыңдар. Ал үшінші сөйлеміміз өзенде тіршілік етеді. Осылай біз
үш сөйлем ойынның өзінде берілген сөйлемдерді сәйкестендіру арқылы оқушылар оны бірінші түсіну деңгейінде мәліметтер алды ғой mana әртүрлі бейнежазба арқылы алған білімдерін суда тіршілік ететін, өзенде тіршілік ететін, теңізде тіршілік ететін жануарларды ажырата алады өзінің мекендерін табу арқылы. қолдану деңгейінде бағалау, ағылшынша мадақтау, ресурс, интеллектуалдық. Осы жерде дескриптор жаздыңыздар ма? Оқушыларды Қысқамен, осы тапсырманы орындау үшін қазір сіз дескриптор жазып толықтырасыңыз. Осы жерде жазбаған болсаңыз, иә? Ал топ жұмысыңызды сол жерде толықтыра алыңыздар. Ал келесі топ Бізде талдау деңгейі түсті. Яғни бұл жерде біз талдау деңгейінің мақсатына келетін болсақ, яғни детенің санының құрамын анықтау және нәтижеге қалай жететіндігін анықтау. Яғни бұл жерде балалар бізге талдау деңгейіне біз дете тапсырмасын алдық. Бұл жерде жануарлар тіршілік ортасын қалай анықтауға болады. Және де бұл жерде орман жануарлары, тау жануарлары және ашық кеңістік жануарлар және су қойма жануарлар. Яғни бұл жерде біз мультимедиалық технология пайдалану арқылы біз ойын ұйымдастырдық. Wordcloud платформасы арқылы біз ойын ұйымдастырдық. Бұл жерде балалар, яғни бұл жерде жануарлар атауы шығады. Яғни жануарлар атауын мысалы акула қай жерде тіршілік етеді? Су қойма жануарларына жатқызамыз ба, немесе ашық кеңістік жануарлар, немесе тау жануарлар, орман жануарлар, су қойма жануарлар. Су қойма жануарларына жатқызамыз. Дұрыс, өте жақсы. Келесі жануар арыстан. Арыстан қай жерде тіршілік етеді? Орман жануарлар. Ашық кеңістік жануарлар, ашық кеңістік жануарларына жатқызамыз. Арқа қай жерде тіршілік етеді? ашық кеңістік Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Келесі аю, ол орман жануарларына жатқызамыз. Жарайсыңдар. Келесі бізде арыстан. Ашық кеңістік жануарларына жатқызамыз. Өте жақсы. Яғни бұл жерде балалар осы платформа арқылы жануарлардың қай топқа жатқызатындығын талдайды. Және де біз бұл жерде бағалауға келетін болсақ, мадақтаймыз, яғни тамаша, өте жақсы, керемет. ауызша мадақтау. Ауызша мадақтаймыз бұл жерде. Немесе жаңағы ойын ойнаған балаға қол соғу, от шашу, стикер беруге, түрлі смайликтер беруге болады. Тек қана ауызша мадақтап қоймаймыз, және сол платформаның өзі жарайсың, тамаша деген мадақтау сөздерімен ойынды аяқтайды. Бұл жерге ресурстарға Wordcloud платформасын жазады екенбіз. Толықтыратындарыңыз бар ма? Жоқ па? Тамаша. Жинақтау. Келесі. Келе қойыңыз. Ақ жұмыс келе ма? Бізге берілген жинақтау деңгейі, мен оның сабақтың соңына орналастырғым келеді. Себебі бала мақсатты шығармашылық тапсырма, шығармашылық эссе немесе синхронизация арқылы осы тақырыпта түсінгенін бала шығармашылық жағынан жазады. Мен бұған эссе әдісін алдым. Яғни оқушылар осы жануарлардың өзіне ұнаған жануарларына эссе жазады. Мысалы үшін аю жануары ұнайтын болса, оқушы соған өзі сипаттама, қай жерде мекендейтінін, қандай Біріншісі зат есім, бірінші бөлім, бірінші қатар, екінші қатар. Сын есім, үшінші қатар, сан есім, төртінші қатары етістік, бесінші қатары Өзіне ұнаған бір өзіне ұнаған сөз тіркестері. сөз тіркестері арқылы пайдаланады. Яғни бұл шығармашылық тапсырма ресурстарға оқулық және де дәптермен жұмыс алдым. Өзіңіз құрастырдыңыз ба қазір? Не синхрон, әлде эссе екеудің
Қайсы оқып барамыз, егер жазылған болса? Жазылған. Оқушылардың өзіне жазғызамыз деп ойлаймын. Ауызша аюды айтсаң болады. Мысалы үшін аю жануары қыста да және де аю жануарлары орманда мекендейтін жануарлардың бірі, және де қоректенетіні олар жыртқыш жануарлар, ет тағамдармен және де балдармен де қоректенеді. Жақсы, тамаша. Отырып толықтырамыз. Сол жерде бағалауға не жаздыңыз? Жақсы, мына жерде оқи салайын. Болды, отыра қойыңыз, жақсы. Келіңіз. Бағалау. Бағалау деңгейі. Бағалау деңгейі сабақтың соңы. Бағалау деңгейі бізде Блум таксономиясының 6-шы деңгей бағалау деңгейі бұл сұрағы, бұл жақсы ма және неліктен, мақсаты, даулы және пікірталас туғызатын мәселелер бойынша шешім қабылдап, оны дәлелдеу. Біз бірінші сұрақ алдық оқушыларға. Сұрақ: жануарлардың сыртқы келбеті тіршілік ортасына қарай өзгереді ме? Жаңа біз білу деңгейінде айтып кеттік. Жануарлардың сырт келбеті тіршілік ортасына қарай өзгереді ме? Сұрақ: өзгереді. Және де екінші, біз ойын алдық, дұрыс-бұрыс ойынын. Сұрақтар. Солай ойын ойнатамыз бағалау деңгейіне. Және оқушының әрекеті бұл жердегі сұрақтарға жауап береді. Мысалға, сен жаңа өзгереді ме дедің, өзгереді деді, да? Бұл жағдайет бар? Неліктен өзгереді деп сұрақты өзгертіп қойғанын шығарсың. Және ол жерде жауапты екі жауап несі. Және ашық сұрақ. Осы жерде бағалауға қосып бар ма? Және қалай орындар едіңіз басқа топтар? Мысалға, жер бетінде жануарлар түгелімен жойылып кетсе не болар еді? Жағдаят па? Немесе жануарлардың мекендейтін орнында олардың жаңа бірінші айтты қоректік заты болады, иә? Сол қоректік заты, оларда көбісі өсімдіктермен қоректенеді, мысалға. Өсімдіктермен қоректенетін жануарлардың тіршілігі не болар еді? Егер өсімдіктер дүние жүзінде жойылып кетсе. Мысалға, жағдаят па? Жағдаят, тамаша. Осылай бағалау несін деңгейін осылай аяқтауға болады. Бағалау, қалай бағалайсыз баланы? Баланы ма? Стикерлер арқылы бағалаймын. Ресурс? Технологияны? Смайликтер арқылы бағдаршам. Бағалаудың ресурсын айтып тұрсыңыз, бірақ бағалаудың өзін виртуалда және басқа ресурсқа келсек, ауызша болады бұл жерде. Жақсы, тамаша, отыра қойыңыз. Енді сіздер барлық деңгей, 6 деңгейде бізде тақырыпты деңгейледі. Блум таксономиясына салып, бізде жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды деген тақырыпты біз қазір 10 минуттың ішінде көз жүгіртіп, өзімізше деңгейледік. Деңгей әрине дұрыс болды деп ойлаймын. Бұл жерде қай деңгей жоқ еді кітапта? Қай деңгей берілмеген? Жинақтау және бағалау. Оны мұғалім не істеу керек? Өзі тақырыпқа байланысты тапсырмаларды ойлап тауып, сабақты қорытындылау керек. Келісесіңіздер ғой, Блум таксономиясы бойынша әрине солай. Енді осы жерде біз мына айттық тапсырма берген кезде, мына кестеге біздің жазған қысқа мерзімді жоспарларымызда әкеліп сабақтың басына ма, ортасына ма, соңына ма, қайсына тиісті екенін белгілеп айтып кеттік. Енді осымен келісесіңіз ба? Мысалға мен айтайын қазір. Мысалға, мына жерде білу деңгейі ма? Білу деңгейі сабақтың басына сәйкестендіріпті. Ал мына жерде талдау, одан кейін
түсіну және қолдану. Келісесіздер ме? Иә, жаңа айтып не істедіңіздер, қойып жаттыңыздар, бірақ кейбір балдар мән бермей қалды ма деп мен соны және айтып жатырмын. Бұл сабақтың ортасына сәйкестендірдік. Ал сабақтың соңына әрине жинақтау мен бағалау. Енді бағалау бұл қалыптастырушы бағалауға сәйкес па? Жоқ, мүлдем. Бұл осы сабақтағы алған білімдерімізбен келісесің бе? Келіспейсің бе, жағдаятты шешуге байланысты еді. Енді біздің сабағымызда, өзіміздің бүгінгі сабағымыздың осы Блум таксономиясына салып, оны сәйкестендіру, қысқа мерзімді жасаудың тиімділігі деген тақырыпты өттік қой да. Сол жерде бірінші білу бойынша біз Learning Apps өттік, дұрыс па? Learning Apps'та ойын орындадық, қажетті терминдерді есімізге түсірдік, қысқа мерзімді жоспардағы сабақ мақсаттарын айттық. Осы жерде сабақ мақсатын кейбіреулеріміз оқымадық. Сабақ мақсатын оқымадық. Ал айтып кетейікші, осы жерде білу деңгейі сабақ мақсатының қай деңгейіне сәйкеседі? Барлық оқушылар не істейді? Жануарлардың тіршілік ортасын біледі. Ортасын біледі. Осы мақсатқа жету үшін біз тапсырмалар орындауымыз керек. Ал көпшілігі оқушылардың жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайтындығын үйренеді. Тамаша, үйренеді, немесе олар сол сабақтың негізгі бөлімін құрайды, және ол сабақтың ортасына сәйкес келеді. Ал сабақтың соңында кейбір оқушылар жануарлардың тіршілік ортасын өз бетінше анықтай алады, белгілеріне қарайды, сыртқы белгілеріне қарап анықтай алады десек, онда өте толыққанды болар еді. Себебі сабақтың мақсатының өзі сол сабақтың мақсатынан қысқа мерзімді жоспар жасақтау өз неден басталады? Ең бірінші тақырыпты анықтаймыз ұзақ мерзімді жоспардан, одан кейін мақсатын анықтап аламыз соған сәйкесінше, сосын одан кейін сабақ мақсатын жаңағыдай деңгейлейміз, одан кейін қысқа мерзімді жоспарға тапсырмаларымен, дескрипторларымен қысқа мерзімді жоспарды осылай толықтырғанымыз жақсы болады. Енді жаңа бір топқа мен дескриптор жаздыңыздар дедім, жаздыңыздар ма? Бір екі дескриптор оқи қояйықшы. Толықтырып жіберейік жұмысымызды. Қолдану деңгейіндегі біздегі дескриптор оқушылар өз бетінше тіршілік ететін жануарларды тіршілік ету ортасына қарай ажыратып тапсырманы орындайды. Демек біз білу деңгейін қайталадық, түсіну деңгейін есімізге түсіріп, екеуін сәйкестендірдік. Міне қысқа мерзімді жоспардағы сабақтың басына, ортасына, соңына Блум таксономиясының деңгейлерін естедік. Сәйкестендіріп, бірге біріктіріп шығардық. Қысқа мерзімді жоспарды жасау осылай ыңғайлы ма екен? Бірінші біз не істеп алуымыз керек екен? Оқу тапсырмасын деңгейлеп алғанымыз өте тамаша болады екен. Демек бізде талдау болды ма осы сабақта? Болды. Жинақтау? Болды. Бағалаушы? Әрине болды. Себебі біз өзіміз келісеміз бе, келіспейміз бе? Жаңағы менің өзімнің сіздерден сұрап қайтадан оқып шыққанымның өзі ол бағалауға жататын еді. Келіңіздер, бүгінгі сабағымызды біз аяқтайық. Кері байланысқа тазалық әдісі. Тазалық әдісінде бүгінгі сабағымызда алған білімдерімізді өзімізбенен келесі оқу жылында сіздер біздің әріптестеріміз бастауыш сынып мұғалімі боласыңыздар, диплом алып практикасына кетейін деп отырмыз. Біз не істейміз? Өзімізбен қоржынымызға салып, алып кетеміз. Ал бүгінгі сабақта артық, маған ұнамаған, керек емес мәлімет болған болса, онда оны біз қоқыс жәшігіне саламыз. Әлі де қарауым керек, әлі де оқуым керек, әлі де қысқа мерзімді жоспарды Блум таксономиясын меңгеруім керек болатын болса, онда біз ет тартқышқа салуымыз керек болады екен. Қолыңыздағы стикерлерге өзіңіздің ой пікіріңізді және қай несіне салғыңыз келеді, тазалықтың қай ет тартқышқа ма, қоқыс жәшігіне ма, не чемоданға ма саламыз және бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Қай топтың жұмысы керемет болды? Мен қазір ешкімді бағалап отырған жоқпын. Жасаған жұмыстарыңызды келісеміз бе, жоқ деп бағаладық, байқаған болсаңыздар. Қалыптастырушы бағалау,
Ал қазір енді өзіңіздің ойыңызды жазып, қай топтың жұмысы сізге ұнады, соны жазсаңыздар, кейін мен талқылауда өзім әрі қарай алып оқимын. Топтан жазған болсақ, алып келіп, өзіңізше жаңағы ой пікірлеріңізді салуыңызға болады. Келіңіздер, мен мына жерге жақындатып қояйын. Көп уақыт алмаймыз. Қалай? Сөмкенің алдын ашып қоя қойсаңыздар, келесіде келген топқа қиын болмасын. Тамаша. Талдау тобы жазған болса келіп салды. Жинақтау, бағалау бәрі де салды. Тамаша. Демек, біздің сабағымыздағы бүгінгі алған мәліметіміз өзімізге өте маңызды. Келесі жылы, келесі жарты жылдықта біз диплом алды, өндірістік тәжірибеге барамыз. Сол кезде ең бірінші тақырыпты қысқа мерзімді жоспар жасақтамастан бұрын оны не істеуіміз керек болады екен? Оқу тапсырмаларын бірінші деңгейлеп, одан кейін оны қысқа мерзімді жоспарға сәйкестендіріп жасап, өте өзімізге ыңғайлы болады екен. Бүгінгі күнімізге сәттілік, өзімізге қол соғып қоя сабағымызды аяқтайық.